Алакөлден заңсыз балық аулайтындар айылын жияр емес. Табиғат қорғаушылар мен прокуратура қызметкерлерінің мәліметі бойынша тек биыл 1000-нан астам заң бұзушылық ашкерленген. Ал браконьерлермен күресуге балық шаруашылығы инспекторларының материалдық техникалық жабдықталуы әлсіз. Сонымен қатар осы сала мамандары табиғат пайдаланушылар туралы қазіргі қолданыстағы ережелер мен заңның да жетілдіретін тұстары көп деп отыр. Алакөл балықтың қоры мен түрінің көптігі жағынан елімізде алғашқы үштікке кіреді. Сондықтан да бұл ең байлыққа көз алартатындар да көбейген. Балық инспекциясы мен қадағалаушы органдар бірлесіп жиі рейд өткізгенімен браконьерлерде айылын жимай келеді. Көлдің солтүстік шығысына Семей мен Өскеменнің браконьерлері ау құрса, оңтүстік айдынына Алматы облысының тұрғындары көз алартады. Мына балықтың бәрін прокурорлар бір жолғы рейдте тәркілеген. В ходе которой жоспарлы рейд кезінде 1 тонна балық, мыңдаған метр Қытай ауы тәркіленді. 2 адамға қылмыстық іс қозғалды. Олардың әрекеттерін дәлелдеу үшін арнайы сараптама тағайындалды. Жақын уақытта заңды шешімдер қабылданады. Алакөлдің өзі Қаракөл, Сасықкөл болып 3 алапқа бөлінеді. Осының бәрін қосқанда 1000 шаршы шақырымнан асады. Бұл аумақты бақылау 11 инспекторға жүктелген. Бірақ балық инспекторлары үшін ең қиыны заңды тіркелген балықшыларға ережені түсіндіру болып тұр. Өйткені ескі ережеде әрбір балықшы қанша келі немесе тонна балық аулағанын арнайы журналға жазып көрсететін. Рұқсат етілген мөлшерден асқан жағдайда жауапқа тартылатын. Ал қазіргі заң бойынша олар қанша балық аулаған және қалай аулағанын ешкім тексере алмайды. Жұмысымыздың көбінесе жасалынатын жері жаңағы резервін дейді, учаскелер, телімдер. Сол телімдер бойынша жұмыс жасаймыз. Жаңағы табиғат пайдаланушыға берілмеген жаңағы резервте тұрған учаскелермен. Мына неге табиғат пайдаланушыларға жаңағы прокурордың жоспар плансыз ешқандай кіре алмаймыз. Сол өте көп қиындырау кішкене жұмыс жасауымызға. Жалпы Алакөл Балқаш облысаралық бассейндік балық шаруашылығының аумағы 26000 шақырым болады. Шетсіз-шексіз көк айдында браконьерлермен күресу де қиын. Десе де биыл заңсыз балық аулаған 1000-нан аса адам әкімшілік жауапқа тартылса, оның 19-ы қылмыстық іс. Ол қылмыстық іс неден қозғайды? Қазіргі заманда мына электроудочка дейді, мына токпен ататтағы солардың мысалы біз ондайларды қылмысқа тартқызамыз. Одан кейін мына Қытай ауымен аулауға болмайды. Браконьерлерде бізбен қазір тепе-теңде жағдайда ғой, оларда да бізде сияқты жаңағы шетелдің қайығының моторы жаңағы Ямаха көліктерінде сондай. Бізде енді қазіргі заман талабында қазір телефон деген бар. Біз жүр дегенде екінші жаққа звондап қояды. Өте көп сондай қиындықтар туып жатыр. 4 облысты қамтитын су айдынын қазір 55 инспектор күзетеді. Олардың 26000 шақырымнан астам көк айдынды күндіз-түні қадағалауға заңды пәрмендері болғанмен материалдық техникалық тұрғыда дәрмендері болмай тұр. Мұны білген браконьерлер көл бетінде емен-еркін сайран салып жүр. Олжас Керейхан, Олжас Байбосын, Қуаныш Түргенбаев, Алматы облысынан.